Менің аты жөнім Дина Болатова. Осы жазда мен Work and Travel бағдарламасы бойынша Америка құрама штаттарында өмір сүріп келдім. 4 ай тұрдым. Бірақ мен қазір сіздерге өте қызық оқиғаны айтқым келіп отыр. Бұл қыркүйектің басында болған, яғни солтүстік Каролинадан Нью-Йоркқа қарай жолым және Нью-Йорктан Қазақстанға қарай жолым өте қиын және қызық болды. Біз солтүстік Каролинадан Нью-Йоркқа қарай пересадкамен ұшу керек болдық. Пересадка Шарлотт қаласында болды. Шарлоттқа тоқтадық. Шарлоттан біз өзіміздің Нью-Йоркқа рейсімізді таптық. 30 минут қалды ұшуға. Посадкада тұрған кезде отмена, яғни рейс отмена деп айтады. Жаңа билетіміз 24 сағаттан кейін, яғни біз бір күн аэропортта қону керек болдық. Жарайды, біз бұлмен келістік. Бірақ Нью-Йоркта біз алдын ала төлеген күшті қонақ үйлеріміз күйіп кетті. Бірақ ең бастысы бізге Нью-Йоркқа жету керек болды, себебі 2 күннен кейін бізде Қазақстанға халықаралық рейс. И визамыз да бітуге жақын қалды. Біз өте қатты уайымдадық, себебі Нью-Йоркта шторм болды. 24 сағат күткен соң келесі рейсімізге посадкаға барғанда тағы да отмена рейсі болады. Біз тағы да үлкен кезекке тұрамыз, бірақ ол кезек 7-8 сағат болды. Кезекте тұрған кезде менің қасымдағы құрбымның туған күні болды. Оның көңіл күйі өте қатты түсіп қалды және де жылай бастады. Сол кезде кезекте тұрған қасымызда үлкен ата-апалар болды. Сол кезде ата-апалар оны жаңағы жұбатып, құшақтады, мені құшақтады. Біз өзіміздің жаңағы оқиғамызды айтып бердік. Сол кезде біз туралы көп нәрсе сұрайды. Қай жерденсіңдер, қайда оқисыңдар, кімсіңдер, ағылшындарың қандай күшті. Негізі басқа елден келген адамдарға ағылшын қиын болады Америкада, бірақ сендердің тілдерің өте жақсы, қай жерде оқисыңдар деп бізге айтқанда, біз халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде Алматы қаласында оқимыз деп айттық. Өзімізді сөйтіп таныстырдық, өзіміздің жұмыс істеген жеріміз туралы айттық. Дос болып кезекке тұрғанда олар бізге көмектесті. Америка Airlines'ның қызметкерлері бізге тағы да келесі күнге 24 сағат күту керек болды тағы да. Бірақ бізге халықаралық рейске үлгеру керек болған соң олар қызметкерлерін ұрыса бастады. Сол кезде олар әрине көмектесе бастады. Көмектесе тек қана кейбір мейірімді жандар ғана көмектесуі мүмкін, бірақ бәрі емес, сізді алдап кетуі мүмкін. Қорқытым қатты, бірақ бәрі жақсы болды.